Жүрек ауруының қаупін төмендететін тағамдар тізімі. Ноқат жүрек-қан тамырлары жүйесіне пайдалы әсер ететін заттарға бай. Калий және дәрумендерге бай ноқат ағзадағы холестерин деңгейін төмендетуге көмектеседі. Кофені қалыпты тұтыну жүректің ишемиялық ауруы, жүрек жеткіліксіздігі және инсульт қаупін азайтады. Мүгедек глюкоза жүректің ишемиялық ауруының алдын алатын антиоксиданттарға бай. Жидек сонымен қатар қызыл иектің аурулары, асқазан жарасы және қатерлі ісік қаупін азайтады. Інжір жүрек-қан тамырлары ауруларының салдарын жоя алады. Зығыр тұқымы омега-3 май қышқылдарының көзі болып табылады. Зығыр балық пен жаңғақтарға жақсы балама бола алады. Олардың құрамында әртүрлі антиоксиданттар, эстрогендер және жүрек жұмысын жақсартатын қоректік заттар бар. Чили бұрышы құрамындағы капсаициннің арқасында қан қысымы мен холестерин деңгейін төмендетуге көмектеседі. Сарапшылар оны жиі жеуге кеңес береді. Зімбірді үнемі тұтыну жүрек-қан тамырлары ауруларының қаупін азайтады. Жоғары қан қысымын қалыпқа келтіреді және жүректің ишемиялық ауруларының алдын алады. Грейпфрутта талшық, калий, ликопен және холин көп. Қан қысымын төмендетуге арналған диеталарда да ұсынылады. Көк шай антиоксиданттарға бай және тамырларда бляшкалардың пайда болуына жол бермейді. Ол сондай-ақ төмен тығыздықтағы липопротеиндердің, холестериннің және триглицеридтердің деңгейін төмендетеді. Бұршақ магнийге, ақуызға және фолий қышқылына бай. Ол гомоцистеин деңгейін төмендететін және инсульт, жүрек ауруы және қатерлі ісік қаупін азайтатын майы төмен және талшыққа бай. Асқабақ суперфуд қатарына жатқызуға болады. Ол салмақ жоғалтуға ықпал етіп қана қоймайды. Сонымен қатар қан қысымын қалыпқа келтіруге көмектеседі. Өйткені оның құрамында бета-каротин, талшық, С дәрумені, калий және фитоэстроген бар. Сондай-ақ күнделікті жейтін өнімдеріңізге қырыққабат, сарымсақ, жасымық, бадам, қызылша, куркума, баклажан, авокадо, брокколи, киви сияқты тағамдарды қосуға ұсынамын.